Идрей таулары Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы Идрей ауылы маңында орналасқан. Идрей таулары Сарыарқадағы Арқалық және Мыржық тауларының солтүстігіндегі таулы жоталар. Жақпар тасты шоқылар мен қырқалардан тұрады. Осы тауларда ақын Мәди Бәбиұлының үңгірі орналасқан. Идрей сөзінің шығу тарихын түрік этимологиясымен байланыстырады. Көне түріктерде ет жеті мағынасын берсе, әрей, арай деген мағынаны білдіреді. 18 ғасырдың 20 жылдарындағы ақтабаншы бұрынды алкоголь сұлама қасіреті мен 30 жылдары қайталанған жоңғар шапқыншылықтарынан елді сақтап қалу мақсатымен Қазбек би өзіне қарасты руларды сыр бойынан Арқаға көшіріп, кейінірек 40 жылдары Идрей, Үшқара, Арқалық және тағы басқа өңірлерге қоныстанған. Мәди Бәбиұлының балалық шағы Идрей тауларының маңында өткен. Ақынның өлеңдерінде Үшқара, Идрей таулары жиі айтылады. Ақын Мәдиге негізсіз айыптар тағылып, қудалауға ұшыраған кездері осы үңгірді паналаған.